Гарритсле, Англия. Маңдай шалық. Пападонт гүлді жандай жақсы көретін. Оның гүл дүкенін ашқанына да ұзақ жыл болған. Дүкені дәл 4 көшенің түйілісінде болатын. Өзі жұмысқа төтенше ынталы, тұрмысы да көңілдет. Пападонт тіпті ұлы Боханның университет оқуына жетіп асатын ақшада әзірлеп қойған. Боханда әке сияқты гүлге айрықша құмар еді. Оның университет оқығысы келгенімен, мектепті тәмамдаған соң әкесінің гүл саудасына қолғабыс етуді армандайтын. Гүл дүкені 4 көшенің түйілісінде, оған маңдайшалық асылмаса да, Пападонт ұзақ жыл табандылықпен гүл саудасымен шұғылданғандықтан, оның дүкенінде ең әсем гүлдер сатылатынын қаладағы қарайған халық түгел білетін. Гүл дүкені ең алғаш тижарат бастағанда, дүкенімізде хош иісті әсем гүлдер сатылады деген жазуы бар аса үлкен маңдайшалық асылған болатын. Дүкенге бірінші рет келген аларман, мен сіздің бұл гүл дүкеніңізді ерекше ұнатамын, десе де анау маңдайшалығыңызға көңілім толыңқырамай тұрғаны. Оған дүкенімізде хош иісті әсем гүлдер сатылады деп жазылыпты. Сонда бұл арада басқа түрдегі гүлдер сатылмайтын болғаны ма? Хош иісті әсем гүлдер деген сөзді неге алып тастамайсыз деп кеңес береді Пападонтқа. Сонымен әлгі аларманның айтқанын жөн деп білген Пападонт маңдайшалықтағы жазуды дүкенімізде гүл сатылады деп өзгертеді. Келесі күні келген тағы бір аларман жаңадан тижарат жүргізген бұл гүл дүкеніне ерекше тәнті болады. Бірақ дүкеннің маңдайшалығына оның да көңілі толмайды. Ол: сен гүлді осында сатпағанда қайда сатасың, Пападонт? Мына маңдайшалықтағы дүкеніміз деген сөзді алып тастасаң ықшам да ұғымды болар еді дейді оған. Сонымен Пападонт маңдайшалықтағы жазуды тағы да гүл сатылады деп өзгертеді. Үшінші күні дүкенге Пападонттың әкесімен бірге туысқан ағасы келеді. Ол дүкенің жайнап тұр екен, бірақ анау маңдайшалықтағы жазу тым чубалжан көрінеді. Гүл сатылады дейді. Бұл арада гүл сатылатыны әрине шындық қой. Бұлай жазу адамға оғаштау сезіледі екен. Сен анау сатылады деген сөзді неге алып тастамайсың деп ұсыныс айтады Пападонтқа. Сонымен маңдайшалықта гүл деген жалғыз ауыз сөз қалады. Сонан бір күн өткеннен кейін Пападонттың гүл дүкеніне осы қаланың тағы бір мәнсаптысы келеді. Біз бұл жерге келгенімізді төтенше бақытты сезінудеміз. Дүкеніңіз аса ретті, тынысты да жарық екен. Гүл саудасын жасауға өзіңде төселіп алған көрінесің. Дүкеніңнің түскен жерде керемет. 4 көшенің түйілісінен ойып орын алыпсың. Терезесі де әдемі шығарылыпты. Ішіндегінің бәрі көрініп тұр. Әйтсе де, сенің анау маңдайшалығыңа аздап пікір айтқым келіп тұрғаны. Оған гүл деген сөз жазылыпты. Гүл терезенің алдында тізулі тұрса, маңдайшалық асудың қажеті қанша? Бұл дүкенде гүл сатылатынын жұрт терезеге қарабақ білмей ме? Сондықтан дүкенде гүл сатылатындығын ең абзалы гүлдің өзімен білдіргенің жөн сияқты дейді әлгі мәнсапты Пападонтқа. Оның ақ ниетті ақылына құрақ құлақ қойған Пападонт тәуекелге бел буып, маңдайшалықты алып тастайды. Ары бері өткен жүргіншілер дүкен терезесінің алдына толтыра тізілген хош иісті гүлдерді көріп, еріксіз аялдайтын болады. Сонымен Пападонттың хош иісті гүлдерінің аты алыс шуққа жария болып, даңқы жер жарады. Жұрт та басқа жерден гүл іздемейтін болады. Осылайша ұзақ жыл өтеді. Қазір Пападонт жалғыз емес. Ол гүл саудасын ұлымен бірге істегеніне ерекше қуанатын. Уақыттың жылыстап өтуімен Пападонт мосқал тартты, қайраты қайтып, дәмесіне дәрмені жетпейтін болды. Бір күні ұлына амандаса келген адамдарды ұзатып салған соң ол баласынан: «Бохан балам, сен қазір дүкеніміздегі маңдай алды шаруа не деп қарайсың?» деп сұрады. Әке, ең әуелі біз дүкенге бір маңдайшалық ассақ жөн бе екен деймін. Өйткені жұрт жабал саудаға бет алған бүгінгі мынау нарық заманда бұл нәрсе кем болса болмайды ғой дейді ол оған. Маңдайшалық асу керек дейсің бе балам? Иә. Онда оған не деп жазсақ болар екен? Ойлануыма мұрсат беріңіз. Дүкенімізге хош иісті әсем гүлдер сатылады деп жазсақ болды емес пе, әке?